Сәлем баршаңызға. Бұл видеода 9-шы сыныптың емтихан тапсырмаларын талдайтын боламыз. А бөлімі, яғни тесттарды талдаймыз. Бұл бірінші нұсқа, яғни 2021-2022 жылғы 9-шы сыныптар тапсырған емтихан тапсырмалары, соның бірінші нұсқасы. Бірінші есебін шығарайық. -3-дің 4 дәрежесі көбейтілген 2 көбейтілген 5-дің 0 дәрежесі. Ең бірінші -3-дің 4 дәрежесін табатын болсақ, ол бізде 81-ге тең, плюс 81-ге көбейтілген 2, кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Әрі қарай есептейтін болсақ, 81-ді 2-ге көбейтеміз, ол 162-ге тең. Балалар, осындай видеолар көбірек болсын десеңіз, пікір қалдырып, каналға тіркеліп отырыңыздар, және өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойыңыздар, нені талдау керек, соның барлығын жазып отырсаңыздар. Ал Б бөлімін, яғни келесі видеоларда түсіретін боламын. Екінші есепте бөлшектің бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Яғни бөлімінде түбір болмау керек бізде. Бұндай қосылғыш түрінде немесе азайғыш түрінде берілетін болса, оның түйіндесіне көбейтеміз деп айтамыз. Яғни осы қосу тұрса, онда дәл осының, яғни минус таңбасына көбейтеміз. Қазір көрсетемін. 1 плюс 5-ті 1-2 деген берілгенде тұр ғой. Дәл соның түйіндесі деп атайды. Яғни бұл жерде минус болады. Минус 5-ті 1-2-ге көбейтеміз. Яғни оны тек бөліміне ғана көбейтіп қоймай, алымына да көбейтеміз. 1 минус 5-ті 1-2. Яғни қараңыздар, бірінші берілгеннің дәл сол тек таңбасы мына арасындағы минус болады. Бұл енді қысқаша көбейту формуласына келтіреміз. Сол үшін көбейттік. Яғни 1 азайтылған 5-ті 1-2-ның квадраты, немесе 1-дің квадраты азайтылған 5-ті 1-2-ның квадраты дейміз. Алымы сол күйінде қалдыруға болады. 1 азайтылған 5-тен 1-2. Так, енді бөлімін қарайық. Бөлімінде былай. 1-дің квадраты ол 1 ғой. Енді 5-ті 1-2-ның квадратын табайық, ол 25, 5-дің квадраты, ал 1-2-ның квадраты ол 2, 25-ті 2-ге көбейтеміз, яғни 50 болады екен. Алымында 14 деп қала береді. Так. Енді бөлімінде минус 49 шығады, алымында 14, жақшаның ішінде 1 азайтылған 5-ті 1-2. Мұна 14 пен 49 қысқарады, екеуі де 7-ге бөлінеді. Мұнда 2 болады, мұнда 7 болады. Сонда бізде шығады екен минусты алдына шығарып жіберетін болсақ, бөліміндегі минусты астында бөлімінде 7 қалады, алымында 2, жақшаның ішінде 1 азайтылған 5-ті 1-2 болады. Яғни ол қай жауап бізде? Ол А жауабы екен, минус деген таңба алдында тұрған. Так, қараңыздар, С жауабы ұқсас, шатыстырып алмаңыздар. Әрі қарай, үшінші есепке бөлшекті қысқартыңыз дейді. Бұл жерде ортақ көбейткіштер жақшаның сыртына шығару керек. Алымын қараңыздар, 3y қосылғаны 8. Екеуіне де ортақ көбейткіш 3 болады. Жақшаның сыртына шығарып жіберсек, жақшаның ішінде y қосылған 6 болып қалады. Ал бөлімі бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Яғни ол бізде y плюс 6-ның квадратына келіп тұр. Егер бұл неден тақырыптан қиналатын болсаңыздар, бұл 7-ші сыныпта қысқаша көбейту формуласы деген тақырып бойынша қайталауыңызға болады. Енді қараңыздар, мына алымындағы y плюс 6 мен мына бөлімдегі y плюс 6-ның квадраты деп тұр ғой, сондықтан оның тек квадрат дәрежесі кетеді. Яғни квадрат дегеніміз өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз ғой. Соның тек дәрежесі кетіп, біреуі кетіп қалды деген сөз ғой. Сонда бөлімде y плюс 6 қала береді, алымында 3 қалады. Ол жауапқа бізге мынау Б жауабы келіп тұр. Әрі қарай 4-ші есеп. Ықшамдаңыз дейді. Котангенсті білесіздер, ол ненің неге қатынасы, яғни косинустың синусқа қатынасы. Косинус беттаның синус беттаға қатынасы азайтылған. Келесі бөлшегіміз солай жазып қоямыз. Содан соң ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі екеуіне де синус бетті тұр бөлімдері, сондықтан сол синус бетті болып қала береді. Енді бір алымға алып жазамыз. Косинус бетті азайтылған косинус бетті. Қараңыздар, мына бөлшектің алымдағы минус пен мына бірдің алымдағы минус плюс болып кетеді, плюс 1 болады сонда. Косинус беттіден косинус беттін азайтатын болсақ, екеуі жойылып кетеді, яғни 0 болады деген сөз. Сонда бізде қалды алымында плюс 1, бөлімінде синус бетті. Ол дегеніміз бізде А жауап. Әрі қарай, 5-ші есеп. 5-ші есепте бұл бізде арифметикалық прогрессия. Мұнда жазылмаған, бірақ сонда да D деп берілген болғандықтан, бұл арифметикалық прогрессия деп түсінеміз. Бізде А8-ді табу керек. 8-ші мүшесін. Ол формула бойынша А1 қосылған n-1D еді, яғни 8-ден 1-ді азайтамыз, ол дегеніміз 7D-ға. Енді А8 бізде белгісіз, А1 белгілі, ол 11 екені. Так, 7 көбейтілген -4 деп жазамыз. Сонда 11
мына плюс пен минус көбейтіліп минусты береді. 11-ден 28-ді айтамыз, яғни ол минус 17 шығады екен. 5-ші есеп сонда С жауап. Әрі қарай 6-шы есеп. Квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Жауаптарға қарасақ, барлығында 2-ні шығарып жіберген, я. Біз де сөйтейік, яғни 2-ні ортақ көбейткіш деп жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде бізде қалады x квадрат плюс 3,5 x минус 2. Так, осы жерде мына екінші көбейткішіміз, яғни жақшаның ішін түбірлерін тауып көрейік, яғни көбейткіш түрінде жазу үшін. Так, дискриминантын тауып көретін болсақ, бізде ол 3,5-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2 болады, е? Яғни 3,5-ның квадраты деп тұрғанымыз ол. Так, 3,5-ның квадраты бізде, қателеспесем, қазір тексеріп көрейін, 3,5, 12,125 қосылған 8, ол дегеніміз 20,125, ал 20,125 дегеніміз ол 4,5-ның квадраты. Әрі қарай x1, x2-ні табатын болсақ, так, мұнда деген бөлшектермен қиын шығып кетем екен. Қазір. Бүйтіп көрсекші. X квадрат плюс 7x минус 4 берілген. Тен 0 деп біз дискриминантын табу арқылы шығаратын болсақ, ол бізде 49 қосылған болып береді. 8, 4-ім 32, яғни 81 шығады екен. Осы жерден x1, x2-ні табатын болсақ, ол бізде минус 7 плюс минус 9 бөлінген 4 болады. Есептейтін болсақ, минус 16, сонда x1-іміз тен минус 4-ке, ал x2-іміз тен 2-ден 1-ге тен болады. Так, енді қараңыздар, біз мұнан жауабын жазғанда былай жазамыз, е? Формула бойынша былай еді. X азайтылған x1 көбейтілген x азайтылған x2 еді. Енді біз x1 бен x2-ні таптық қой, сонда x азайтылған минус 4-ті, сосын x азайтылған x2 деп тұрамыз, ол 2-ден 1. Так, бұл жерде біз былай жазаламыз. Так, x плюс 4 болады, және мұна екінші жақша бар, осы кезде 2-ні біз былай жазып жібере аламыз қазір. Енді біз мұна жауап түрінде жазатын болсақ, мұна екінші жақшаны бірінші жазып, яғни 2x минус 1. Осылай жазатын болсақ, мұна бірінші жақшадан 2-ні шығарып жіберейік жақшаның сыртына. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады екен. X азайтылған 2-ден 1 болады. Яғни минус 1 шығу үшін біз 2-ні 2-ден 1-ге өйтуіміз керек. Және де келесі x плюс 4 болып қалады. Яғни бұл бізде Б жауабы болады. Әрі қарай 7-ші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде пропорциямен де шығаруға болады. Былай 5-ті, яғни 3x плюс 1-ге көбейтіп, ал 2-ні 2x минус 3-ге көбейтіп, сонда бізде 15x плюс 5 тен болады 4x минус 6 болады. Енді x-терді бір жаққа жинаймыз, мұнда 11x тен минус 11-ге, сонда x тен болады екен минус 1-ге. Ол минус 11-ді, яғни 11-ге бөлеміз, ол минус 1-ге тен. Жауап болады. 8-ші есеп, функциялардың қиылысу нүктелерінің координатасын табыңдар дейді. Бірінші x-ні мәнін тауып аламыз, сол үшін осы y-терді бір-біріне тен деп, яғни 2x минус 3 тен болады минус 5x плюс 11, яғни 10 жақтарын функцияны теңестіріп алдық. Сонда 2x плюс 5x болады да, 11 екен ғой. 11 қосылған 3 болады. Сонда бізде 7x тен 14-ге, x тен 2-ге деп шығады. Яғни x-іміз таптық 2-ге тен екен. Енді y-ті табу үшін мына біреуіне қоямыз. Бастапқы беріліп тұрған 2x минус 3-ні орнына қояйық. Яғни x-іміз 2 деп таптық қой. 2 көбейтілген 2 азайтылған 3, яғни 1-ге тен болады. Сонда жауабы бізде бірінші x-дің мәнін жазамыз, ол 2, y-дің мәні 1-ге тен, яғни А жауабы болады. Келесі 9-ші есепте поштада
поштада 5 түрлі конверт және 4 түрлі марка сатылады. Неше тәсілмен бір конверт және бір марка сатып алуға болады. Бұл есепте дегеніміз қарапайым шығады. Бұл 5 түрлі конвертпен 4 түрлі марка сатылады. Бір конвертпен бір марка алу үшін 5-ті 4-ке көбейтеміз. Бұл жерде 20 шығады. Ары қарай 10 есепте параболаның төбесінің координаталарын табыңыз дейді. Естеріңізде болса, 8-ші сыныпта өткен тақырып бойынша бізде жалпы формуласы x минус m-нің квадраты қосылған n түрінде берілетін еді. Бұның төбесі, яғни төбесі осы m мен n-нің мәні еді. Енді сіздерде беріліп тұрғаны бізде қараңыздар, y-тен x минус 5-тің квадраты қосылған 2 деп тұр. Сонда m-нің мәні 5-ке тең болып тұр. Таңбалары бірдей болып тұр, қараңыздар. Сондықтан m-нің мәні 5-ке тең, n-нің мәні 2-ге тең болып тұр. Сонда мынау бізде төбесі болатын болса, төбесі осылай анықталатын болса, онда бізде бұл есептің мәні, яғни m деп тұрғанымыз 5, n деп тұрғанымыз 2. Сонда 5 пен 2 деген жауап болады екен. Ол бізде Б жауап. Келесі видеоларда Б бөлімін және де келесі нұсқаларды талдауға тырысамын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.